Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Оңалхан Дельдар. Бүгін біз сіздермен бірге натурал сандардың бөлінгіштігі тақырыбын қарастыратын боламыз. Математиканың қызықты әлеміне қош келдіңіздер. Бұл сабақта натурал сандардың бөлінгіштігі ұғымын, негізгі қасиеттерін және олардың математикадағы маңызын қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші бөлінгіштік ұғымын және оның негізгі анықтамаларына тоқтала кетсек. Бөлінгіштік дегеніміз натурал сандардың негізгі қасиеттерінің бірі болып табылады. Бір натурал сан екінші натурал санға бөлінетін болса, онда бірінші сан екінші санның еселігі деп аталады. Ал екінші сан бірінші санның бөлгіші болып табылады екен. Енді кезекте бөлгіш және еселік деген ұғымдарға тоқталып өтсек. Бөлгіш дегеніміз ол бізде А саны Б санына бөлінетін болса, онда Б саны А санының бөлгіші деп аталады екен. Еселік дегеніміз. Еселік ол бізде А саны Б санына бөлінетін болса, онда А саны Б санының еселігі деп аталады. Келесі ол бізде қалдықсыз бөліну. Егер А саны Б санына бөлініп, нәтижесінде С саны шығатын болса, ондағы С бізде натурал сан. Онда А саны Б санына қалдықсыз бөлінетіні дәлелденеді екен. Келесі кезекте бөлгіштер мен еселіктер, олардың айырмашылықтары мен байланыстарына тоқталып өтсек. Бөлгіштер дегеніміз не? Бөлгіш ол бізде берілген санның құрамдас бөлігі болып табылатын сан. Мысалы, 12 санның бөлгіштеріне тоқтала кететін болсақ, 1, 2, 3, 4, 6 және 12. Енді осы бөлгіштердің қасиеттеріне тоқтала кетсек. Бірінші ол бізде әрбір санның ең кемінде 2 бөлгіші бар. Бір және сол санның өзі. Келесі бөлгіштер әрқашан берілген саннан кіші немесе тең болады. Жаңағы айтып өткен мысалымызда көріп тұрғандай, 12 санның бөлгіштері 12 саннан кішкентай және сол санға тең болғанын көре аламыз. Және бөлгіштердің саны шектеулі болып табылады екен. Келесі кезекте ол бізде еселіктер. Еселік дегеніміз ол берілген санның көбейтіндісі ретінде алынатын сан. Мысалға ала кететін болсақ, 3 санның еселіктеріне тоқталатын болсақ, 3, 6, 9, 12, 18, тағы сол сияқты сандар екен. Енді еселіктердің қасиеттеріне тоқтала кетсек. Ол бізде еселіктер шексіз көп болып табылады. Яғни олардың шегі жоқ. Олар біз қанша екенін анықтай алмаймыз. Келесі ол бізде еселіктер берілген саннан үлкен немесе тең болады. Жаңа қарастырып өткен 3 санына қарайтын болсақ, бұл жерде оның еселігі 3 тең болып тұр және өзінен үлкен еселіктерге тең болып тұр. 6 саны мысалы 3-тен 2 есе үлкен болса, 9 саны 3 есе. Сол сияқты 100 есе, миллион есе деп кете береді. Яғни оның шегін біз таба алмаймыз. Және ол бізде сол санымыздан үлкен болып келеді. Және әрбір санның шексіз көп еселіктері болады екен. Келесі кезекте бөлінгіштік белгілерге тоқталып өтсек. Бізде осы жерде көрсетілген 2, 3, 5 және 9 сандарының бөлінгіштік қасиеттері бар екен. Яғни сандарды қай санға бөлінетінін анықтау үшін, осы сандарға бөлінетінін анықтау үшін бізде арнайы белгілер болады екен. Және бұл белгілер есептеуді жеңілдетіп, тез шешім табуға әкеледі. Ең бірінші біз 2-ге бөлінгіштікті қарастырып өтсек. Санның соңғы цифры 0, 2, 4, 6 немесе 8 болса, онда ол сан 2-ге бөлінеді. Мысалы, 24, 58, 136. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай сандардың соңғы цифры жаңағы айтып өткен, яғни жұп сандарға тең. Жұп сандарға тең және ол бізде 2-ге бөлінетінін дәлелдей алады екенбіз. Келесі кезекте 3-ге бөлінгіштікке тоқталып өтсек. Санның цифрларының қосындысы 3-ге тең бөлінетін болса, онда санның өзі де 3-ге бөлінеді. Мысалы, бұл жерде 123 санын мысалға алып өтсек. 123 санында бізде 3 цифр бар. 1, 2, 3. Сол 3 цифрді қоссақ, бізде нәтижесінде 6 шығады. Ал 6 өз кезегінде 3-ге бөлініп 2 деген мәнді береді. Яғни біз осы жерден 123-тің 3-ге бөлінетінін көре алады екенбіз. Келесі кезекте ол 5-ге бөлінгіштік. 5-ге бөлінгіштік ол өте оңай қасиеттерінің бірі деп айтсақ болады. Себебі санның соңғы цифры 0 немесе 5 болатын болса, ол 5-ге бөлінеді. Мысалы, 25, 40, 65, 100, 10.000, 10.005 деген сияқты сандар. Яғни соңы 0-ге и 5-ге аяқталатын жағдайда ол бізде 5-ге бөлінеді екен.
Келесі кезекте 9-ға бөлінгіштік. 9-ға бөлінгіштіктің де ешқандай қиындығы жоқ. Жаңағы айтып өткен 3-ке бөлінгіштік сияқты. Оның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін болса, онда сол сан 9-ға бөлінеді екен. Мына жерде 153 санын беріп қойыпты. 153 сандағы цифрлар 1, 5, 3. Осы 3 цифрдың қосындысы 9-ға тең, яғни ол 9-ға бөлінетін сан болу қажет. 9 өз кезегінде 9-ға бөлініп 1 деген мәнді береді. Яғни 153 саны өз кезегінде бізге 9-ға бөлінеді дегенді білдіреді екен. Келесі 10-ға бөлінгіштік. Бөлінгіштік қасиеттердің ішінде ең оңай қасиетке ие осы 10-ға бөлінгіштік. Себебі санның соңғы цифры 0 болса, ол 10-ға бөліне береді. Яғни ол 30, 70, 40, 100, 250, миллион. Яғни соңғы цифры 0 болса болғаны екен. Келесі кезекте қарапайым және құрама сандарға тоқтала кетсек. Бұл жерде қарапайым сандар деп тұрғанымыз ол бізде жай сандар. Жай сандар дегеніміз не? Осы ұғымға тоқталып өтсек. Жай сандар ол бірден үлкен және тек бірге және өзіне ғана бөлінетін сандарды біз жай сандар деп атаймыз. Олардың екі ақ бөлгіші болады. 1 және сол санның өзі. Мысалдар қарастырып өтсек. 2, 3, 5, 7, 11 тағы сол сияқты сандар. Және осы жай сандардың қасиеттеріне тоқталып өтсек. Осы жерде айтып өтелік 2 саны бізде жұп сан, бірақ ол жай сан қатарына жатады. Себебі 2 өзіне және бірге ғана бөлінеді. Келесі жай сандардың саны шексіз көп. Яғни біз оның шегін дәлелдей алмаймыз. Яғни шегі бар ма жоқ па екенін біле алмаймыз. Және ол шексіз. Бірақ Евклид теоремасы бойынша жай сандардың шексіздігі дәлелденген екен. Келесі ол бізде құрама сандар. Құрама сандар ол бірден үлкен және бірге, өзіне және тағы басқа, яғни бірнеше бөлгіштері бар сандарды құрама сандар деп атайды екенбіз. Мысалдар 4, 6, 9, 8, яғни ол тек өзіне ғана емес, бірге, өзіне, екіге, тағы сол сияқты сандарға бөлінеді. Келесі құрама сандардың қасиеттері. Құрама сандардың 2-ден көп бөлгіштер болады. Яғни 5 болуы мүмкін, 6 болуы мүмкін, немесе одан да көп болуы мүмкін. Және барлық жұп сандар құрама сандар болып табылады. Жаңа айтып өткенімізде 2 саннан басқа цифрлардың бәрі ол бізде, яғни жұп сандардың бәрі құрама сандар болады. Және айтып өтелік маңызды жайт, бұл жерде 1 саны ол бізде жайда құрама санда емес. Яғни ол тек өзіне ғана бөлінетін болғандықтан, ол бізде жай санға да, құрама санға да жатпайды екен. Келесі кезекте жай бөлгіштерді жіктеу және оның маңызына тоқталып өтсек. Жай бөлгіштерді жіктеу ол бізде жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Бұлама жай бөлгіштерге жіктеу деп аталады және математикада маңызды рөл атқарады екен. Ендеше кезекте біз мысал ретінде түсіндіріп өтсек. Мысалға біз алпыс цифрын алдық. Алпыс цифрын ең кіші жай бөлгіштен табамыз. Яғни 2-ге бөлінеді, яғни біз оны осылай көрсетсек болады. 2-ге бөлінеді. Так, 2-ге бөлінеді. Сосын ол да бізде 30 саны қалады. 30 сан тағы өз кезегінде 2-ге бөлінеді, ол 15 қалады. Және ол 3-ге бөлінеді, 5. Және 5 өзіне бөлінеді, и 1. Яғни осылай жіктеу арқылы біз оның неше көбейткіші бар екенін біле аламыз. Яғни жай бөлгіш, 2 жай бөлгіш және осы жерде қайталап осылай бөліп шығамыз. Нәтижесінде бізде 2-ден 2, 3-тен 1 және 5-тен 1 бар екенін анықтай аламыз. Мына жерде көрсетіліп өткендей, жай көбейткіштері жіктеу осылай анықталады екен. Енді кезекте ұлы теоремаға тоқтала кетсек, кез келген натуралы санды жай көбейткіштерге бір ғана тәсілмен жіктеуге болады. Реттерін есептемеген жағдайда. Бұл арифметиканың негізгі теоремасы деп аталады екен. Келесі кезекте біз осы айтып өткен тақырыбымыз бойынша мысалдар қарастырып өтсек. Бірінші мысал. 360 саны жай көбейткіштерге жіктеңіз. Жаңа айтып өткенімізде сызамыз кестесін және 360 саны жазамыз бұл жаққа, ал бұл жаққа өзінің бөлгіштерін жазамыз. Яғни өз кезегінде ол 2-ге бөлінеді, ол мәнін 180 шығатын болса, 180 өз кезегінде тағы 2-ге бөлінеді. Ол 90, 90 өз кезегіндегідей осылай қарастырып бір шыққанға дейін біз есептейді екенбіз. Нәтижесінде бізде осындай көбейткіштерге жіктелінеді екен. Келесі кезекте екінші мысалға тоқтала кетсек. 144 санының барлық бөлгіштерін табыңыз. Ол 144 санының барлық бөлгіштерін табу үшін де осылай біз көбейткіштерге жіктейді екенбіз. Яғни 2-ге бөлінеді, нәтижесінде 72. Солай бізде есебіміз ары қарай жалғасады екен. Бір шыққанға дейін есептей береміз.
яғни бір шығады, бір саны бөлінбейтін болғандықтан бізде соңында бір қалады. Яғни ол жерде біз 2-ның 4 дәрежесі және 3-тің 2 дәрежесі. Және оның бөлгіштері осындай болады екен. Келесі кезекте қорытынды. Яғни бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, біз 3 түрлі негізгі ұғым қарастырып өттік. Бөлгіштер мен еселіктер, жай және құрама сандар және жай бөлгіштерге жіктеу. Бұл 3 негіздің қолданбадағы маңыздарына тоқтала кетсек, ол бөлгіштік ұғымдары бізде алгебрада, сандар теориясы, криптография салаларында маңызды рөл атқарады. Және олар оны генерациялау, оптимизациялау және есептер шешу саласында бізде көптеген көмектерін тигізе алады екен. Және бөлінгіштік белгілері біз өз кезегімізде 2, 3, 5, 9, 10 сандардың бөлінгіштік қасиеттерін қарастырып өттік. Және есте сақтайтын жайт, кез келген құрама санды жай көбейтіштерге бір ғана тәсілмен жіктеуге болады. Ол бізде жаңағы баған тәсілі, баған тәсілімен жіктеп, оны көбейткіштерін табады екенбіз. Және бұл қолданысы бөлгіштің белгілерін есептеулер тездету үшін қолданылады екен. Назарларыңызға рахмет.